Миды, жүректі тыныштандыру. Мидағы ақпараттар легі жүйесіз, ретсіз болғанда, өзіңді бір танымайтын біреудің тойында, дәл музыка ойнап тұрған колонканың түбінде, ешкімді, тіпті өз даусыңды естімейтін жағдайда отырғандай сезінесің. Мида тыныштық болмаса, жүректе де болмайды. Мұндай жағдайдың қандай зияны бар? Бір іске ақпаратқа фокусыңды тіктеп, концентрацияңды жинақтау, саналықты қосу, түпкі ниетті анықтау қиын болады. Мұндай халде өміріңде жиі кездесетін әр түрлі жағдайларға қатысты дұрыс шешім қабылдау мүмкін емес. Себебі, миыңда тыныштық жоқ адамның қабылдаған шешімі мас адамның қабылдаған шешімімен бірдей болады екен. Бұл нейропсихологтардың зерттеуінің нәтижесі. Сондықтан да кейде адамдар қалай ғана осы әрекетті жасап қойғанымды білмей қалдым деп жатады. Мысалы, бүгін ғана бір келіншек жазады. Көмектесіңізші, Инстаграмда ақшаңды айналдырып беремін деген парақшаға ақша салып, енді телефон көтермейді, алданып қалдым. Расында бұл келіншектің миында тыныштық болған жоқ. Оның миы ақпаратты саралай алмады. Түк істемей, ақша көбейеді деген ертегіге сеніп қалды. Концентрация жасап, ойланса, аналитика жасаса, мұндай батпан құйрықтың болмайтынын түсінер еді. Аналитика жасау, мида ол функцияға орын керек. Неше түрлі керек емес, пайдасыз ақпаратқа толып қалған мида қайдан орын болсын. Күн сайын қалаулымның кейіпкерлері қалай ұрысып, жарасқанын, түрік пен корей сериалдарындағы жылап сықтағанын жібермей көретін, сыныптастардан бастап туыстармен бітетін WhatsApp чатының түгін қалдырмай кімнің не істеп, кім кіммен не үшін ұрсып қалған анықтап отыратын, Инстаграмдағы негативті посттардың, оппозицияның сыни жазбаларындағы комментарийді оқып, пікір жазып, тағы да басқа пайдасыз ақпараттарды сараламайтын адамда дәл өзіне керек кезде миында орын болмай қалады. Демек, ми мен жүрек тыныштығын орнату үшін ең алдымен өзіңе пайдасыз ақпараттан бас тартып, ақпараттық диетаны, гигиенаны сақтау қажет. Тіркелген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды реттеп, артық парақшалардан тазарт. Дамуыңа, ой өрісіңнің өсуіне, жақсы әдет қалыптастыруға үлес қоспайтын парақшалардың бәрімен қош айтыс. Сценарий негативке толы, психологиялық установкалар құйып беретін сериалдардан бас тартқаның дұрыс. Мүлдем көрме демейміз, дегенмен асқазаныңа түсетін әрбір тағамды талғап жегендей, миыңа түсетін ақпаратты да саралап ал. Рухани, кәсіби өсуіңе әсер ете алатын туындыларды табу қиынға соқпайды. Қажетсіз ақпараттан тазартқан миымызбен жүрегімізді түбегейлі тыныштандыру үшін тағы да не істей аламыз? Бұл жорда зікірматик құралын пайдалансаңыз болады. Зікірматик дегеніміз электронды тәсбих. Сұқ саусаққа ыңғайлы киіліп, бас бармақпен нүктесін оңай басып, отыруға арналған ыңғайлы құрал. Оны кез келген мешіт алдындағы дүңгіршектен сатып ала аласың. Бұл құрал әрдайым қолдарыңда жүрсін. Себебі тәпсі Алланың үнемі зікір етуге, Раббымызды әрдайым еске түсіріп жүруге өте ыңғайлы. Сан қилы шаруамен жүріп, қолымыз көбіне бос болмауы мүмкін. Бірақ тіліміз бос қой. Миымызды түрлі негатив ойлармен шаршатып, қажет емес ақпаратпен қиғанша, зікірге, яғни Алланы ұлықтауға көшкеніміз дұрыс. Ми шаршаса, санамыз шаршап, жүректе уайым басады. Бұл біздің жанымызға да, тәнімізге де өте зиян. Ал мұның бірден бір шешімі жаратушымызды үнемі еске алып тұру. Мысалы,
банкте кезекте тұрған сәтте немесе көлік кептелісінде тұрсаң, қолыңа зікір матикті ала салып, Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мадақ, Алла кемшіліктен пәк тәрізді сауапты сөздерді айтатын болсақ, миымыз позитив күйге түсіп, жаман ақпараттарға, жүрегімізді салмақ салатын ойларға жол бермейді. Ми да, жүрегің де тынышталып, дұрыс шешімдер қабылдай бастайсың. Егер ойымызды өзгертетін болсақ, өмірімізді де өзгертуге мүмкіндік туады. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оларды өзгертпейді. Рағд сүресі 11-ші аят. Егер ойымызды бақылау қиын болса, онда миға ақырындап жаттығу жасау керек. Оның күшті құралы зікір-матик екенін айттық. Тілімізбен үнемі жақсы сөздер айтып, зікір айтып жүрсек, Алла берген тіл деген нығметті пайдалы дүниелерге, жақсы нәрселерге жұмсайтын болсақ, онда ойымыз да түзеле бастайды. Тілге фильтр қою автоматты түрде ойымыздың дұрысталуына да алып келеді.